Мен сабақты сандық зерттеу әдісі арқылы бақыладым. Сандық зерттеу әдісі қазіргі математика мен есептеуші техниканың жетістіктерін пайдалана отырып, мәлімет жинақтауда қолданылатын әдіс тәсілдер жиынтығы. Сандық зерттеу әдісі негізінде оқушыларға сабақтан кейін сауалнама жүргізілді. Әр оқушының алдына сауалнама парағы таратылды. Сауалнамадағы сұрақтардың бір-екеуіне тоқталып өтетін болсам, дәлелмен сөйлеу қаншалықты қиын болды деген сұраққа оқушылардың 62% қиын болған жоқ деп жауап берді. Ал 25% аздап қиналдым деп жауап берді. 12% қиын болды деп жауап берді. Сабақ басында қандай тапсырмалар ойыңда ашық айтуға жетеледі деген сұраққа әдебиет үйірмесі тапсырмасында 75%, ақиқат пен жалған тапсырмасында 8%, миға шабуыл тапсырмасында 16% ойын ашық айтуға талпынған оқушылар. Осы сауалнама нәтижесінде осы сыныптағы 24 оқушының 18-і жоғары көрсеткіш көрсетті, пайызға шаққанда 75% болды. Орташа деңгейде 6 оқушы орташа деңгейде жауап беріп, 25%-ді көрсетіп отыр. Сандық зерттеу әдісі бойынша бақылау осындай нәтижені көрсетті. Нәтижесінде осы сабақты сандық зерттеу көрсеткіші негізінде орташа пайыз жинаған оқушылармен жұмыс жүргізілсе деген ұсыныс айтамын.